Сәлем баршаңызға. Бүгінгі біз сабағымызды жалғастырамыз. Workbook кітабымен page number 24 беттегі, яғни Our Countryside Animals тақырыбында. Окей, өткен сабақта біз Students Book'тағы жаңа сөздерді қарастырдық. Оны өте жақсы білесіздер. Енді біз жаттығумен жалғастырамыз. Exercise number 1. Бұл жерде не істеуіміз керек? Бұл жерде кестенің ішіндегі сөздерді алып, біз суретпен жұмыс жасаймыз. Қай суретте қандай жануар белгіленген, соны жазамыз, я? Okay. The first picture is fly. Бірінші суретте бізде шыбын берілген. And the next picture will be bear. Бұл аю. Next, the third picture is snake. The fourth picture is parrot. And the fifth picture is spider. Yes. Алтыншыде бізде болады seal. And the seventh shark, акула. And the eighth chameleon. And ninth frog. Мінеки суреттен ақ білініп тұр, я? Okay, next exercise number 2. Do the animal quiz. Animal quiz, who am I? Мен кіммін деген жануар квизін жасаймыз, жануар атты. Бұл жерде мінеки біз не істейміз? Бұл жерде жасырын түрде, как жұмбақ ретінде сөйлем берілген, соларды аударып, сосын барып кім екенін мына жерде жазамыз, я? Okay, next. I've got a big nose. Менің үлкен мұрным бар. I live for up to 70 years and I'm 6,000 kilos. Мен 70 жылдай өмір сүрем, және 6,000 килограмм дейді, бұл жерде. Яғни бұл кіммін сонда? Elephant, піл екен, бұл жерде. And бірінші, I'm blue, green and yellow. Мен көк түсті, жасыл және сары түстімін. I live in Brazil. Мен Бразилияда өмір сүремін. And I fly. Және де мен ұшамын. Ол кім? Әрине, әртүрлі түсті болса, ұшатын болса, ол parrot болады, я? Okay. Next, I've got 4 small legs. Менің кішкене ғана 4 аяғым бар дейді. And a very big mouth. Және де өте үлкен ауыз. I eat animals. Мен жануарларды жеймін. Яғни бұл кім? Of course, it's a crocodile. Ол қолтырауын екен. The third, I live for 70 years. Мен 70 жыл өмір сүрем. I swim in the sea. Мен теңізде өмір сүрем. I'm 136,000 kilos. Менде жаңағы 136,000 килограммдай болам дейді. Бұл кім сонда? Бұл, яғни, whale. Кит екен, я? Келесі, fourth, the fourth. I'm different colors. Мен менің түсім түрлі түсті. I like flowers. Мен гүлдерді жақсы көрем дейді. I fly, but I'm not a bird. Мен ұшамын, бірақ мен құс емеспін дейді. Бұл кім? Төртінші, яғни butterfly. Көбелек дейді. The fifth, I've got big eyes. Менде үлкен көзім бар. I'm gray or brown and I eat 7 kilos of fish every day. Бұл жерде менің түсім қоңыр немесе кейде сұр түсті боламын дейді. Және де мен 7 килограммдай балықтарды жеймін күн сайын дейді, күніне. Сонда бұл кім бізде? Seal, я? Итбалық болады, я? Окей. Алтыншы, I eat insect. Мен насекомый, жәндіктерді жеймін дейді. I've got 8 legs. Менде 8 аяғым бар дейді. Сонда бұл кім? Я, spider. Әрине, spider, яғни өрмекші болып табылады. So, next exercise number 3.
Бұл жерде үшінші тапсырмада біз кестенің ішіндегі жануарлар сөздерін мінекей қолданып кестенің ішін толтыруымыз керек. Яғни fly ұшатын жануарлар қайсы, соны теріп жазамыз. Swim жүзетін жануарлар қайсы, оны жазамыз. Two legs екі аяғы мен барлар, оны да жазамыз. Және де төрт аяғы four legs, оны да теріп жазамыз. Окей, кеттік. Fly parrot, butterfly, falcon, owl. Swim crocodile, shark, seal, whale. Two legs human, falcon, parrot, owl. Four legs elephant, crocodile, bear. Okay, next exercise number 4. Write affirmative and negative sentences about 6 of the animals in exercise number 3. Біз не істеуіміз керек? Бұл жерде үлгіге қарап, кез келген бір жануарларды аламыз. Яғни мына үшінші тапсырмада біз жаңа орындадық қой. Үшінші тапсырмадағы мына жануарларды алып, бұл жерде мысалға parrot doesn't swim, тоты құс жүзе алмайды. Бірақ жүзе алмайды деп бұл жерде бірінші біз негатив құраған екені бұл жерде, және де ары қарай affirmative жай сөйлем. It's got two legs, яғни мына кестеге сүйеніп орындауымыз керек екен. Оның екі аяғы бар. Сол үшін ол жүзбейді деп қойған, иә? Мінекей осыған қарап орындауымыз керек. Енді бірінші бізде орындағанда бұл мынандай біріншісі elephant алсақ та болады. Мінекей кестеге қарап. Elephant doesn't fly. It hasn't got wings. Піл ұша алмайды. Оның қанаттары жоқ. Екіншіде a butterfly doesn't hunt. It has only fly. Көбелек аң аулай алмайды. Ол тек ұшады. Үшінші, a crocodile doesn't eat grass. It eats only meat. Қолтырауын шөп жемейді. Ол тек ет жейді. Ары қарай. A human doesn't fly. Адам ұша алмайды. He's got two legs. Оның екі аяғы бар. Қанаттары жоқ деген мағынада. Ары қарай. A whale doesn't have four legs. It swims. Киттің төрт аяғы жоқ. Ол тек жүзеді. Ары қарай. A bear doesn't eat insect. It likes fish. Аю жәндіктерді жемейді. Ол тек балықтарды жейді. Балықтарды ұнатады, иә? Окей. Сонымен біздің сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа қызықты сабақты өткізе алмас үшін міндетті түрде арнама жазылып қойыңыздар. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.